Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге әрине баклажан, қаймақ, грецкий орех, тұз, кинза, сарымсақ, қызанақ, хумели сунели приправасы және де май қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды осылай дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Кесіп алғаннан кейін осындай ыдысымызға саламыз. Одан кейін бір қасық тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін жарты сағатқа суы шыққанша қойып қоямыз. Одан кейін помидорымызды осылай видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Кинзаны осылай жұққа етіп, яғни кішкентай етіп кесіп аламыз. Одан кейін грецкий орехымызды кесеміз, оны да ұсақтап осылай кесіп аламыз. Одан кейін чесногымызды осындай кішкентай теркіде өткізіп аламыз. Баклажанымыз тұзын өзіне сіңіріп алғаннан кейін осылай қолымызбен жақсылап сығатын боламыз, яғни суын шығарып аламыз. Табамызға майымызды құйып, майымыздың қызғанын күтеміз. Қызып болғаннан кейін баклажандарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай қызартып екі жағынан қуырып аламыз. Енді барлық құрамды осылай ыдысымызға салып аламыз. Қуырылған баклажанымызды, кесілген помидор, грецкий орех, кинза және де хумели сунелін саламыз. Одан кейін чеснок, қаймақ салып, жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.